сәтке елестетіңізші. Сіз түн ортасында оянасыз. Ауа суық, қар бетіңізді тіліп өтеді. Жан жағыңызға қарасаңыз, кім тірі, кім өлі айырмайсыз. Сол сәтте бір ғана сұрақ туады. Мен келесі секундта тірі болам ба, жоқ па? Бұл Николай Никулиннің «Соғыс туралы естеліктер» кітабындағы шындық. 1975 жылы жазылған, бірақ ондаған жыл бойы жасырылып келген бұл еңбек екінші дүниежүзілік соғыстың бізге айтылмаған ақиқатын ашады. Ол жерде соғыс ерлік емес, ол жерде соғыс тірі қалудың өзі азап екенін көрсетеді. Ауыр жараланғандардың тағдыры расында ең ауыр тағдыр еді. Көп жағдайда оларды атсасынан алып шығу мүмкін болмайтын. Ал алып шыққандардың өзі де аман қалмайтын. Сан бөлімге дейінгі жол ұзақ әрі ауыр жол еді. Госпитальға жеткеннің өзінде жаңа сынақ басталады. Ыңырсыған, есіріктей қалшылдаған, немесе естерінен танып қатып қалған адамдар салынған қан зембілдер кезек оларды күтіп жататын. Ішінен жараланғандар көп күтуге шыдамайтын. Соғыстың ішінде тек оқ пен қан ғана емес еді. Адамдықтың шекарасы да бұзылған. Естеліктерде айтылатын бір оқиға бар. Жоғары шенді бір полковник жаңа келген әйелдерді қатарға тізіп, өзіне ұнағандарын таңдайтын болған. Егер қарсылық танытса, абақтыға, тастай суық жергепеге бір үзім нан мен суға жіберетін. Одан кейін бейбақ әйел қолдан қолға өтіп, түрлі көмекшілер мен орынбасарларға бұйыратын. Ал далада қар белден жоғары, суық сүйектен өтеді. Шабуылдан кейін өлгендер құламай қарға сүйеніп қатып қалады. Келесі күні тағы шабуыл, тағы өлім, тағы өлген денелер. Қыс бойы олар бірінің үстіне бірі жиналатын дейді автор. Осы ретте Никулин соғысты сипаттап отырып бір сауал қояды. Біз жеңдік, бірақ кім үшін?